Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы 7-ші бөлім Қазақстандағы ұлттар достастығы. Сабағымыздың тақырыбы «Мың алғыс саған, қазақ халқы». Сабағымызға берілген оқу мақсаты әлеуметтік, қоғамдық, оқу, еңбек тақырыптарына байланысты диалог, монолог, полилогтерді, интервью, пікірталас, жаңалық, ән, көркем әдеби шығармалардан үзінді, автор көзқарасымен көтерілген мәселе талдау. Проблемалық сұрақтарға тыңдалған мәтіннен деректер келтіре отырып, дәлелді жауап беру, өз жауабын өзгенің жауабымен салыстыру, талқылау. Сабақ соңында күтілетін нәтиже: әлеуметтік, қоғамдық, оқу, еңбек тақырыптарына байланысты диалог, монолог, полилогтерді автор көзқарасымен көтерілген мәселені қарай талдайды. Проблемалық сұрақтарға тыңдалған мәтіннен деректер келтіре отырып, дәлелді жауап беру, өз жауабын өзгенің жауабымен салыстыра талқылайды. Оқылым мәтіні: Қазақстан халқы тұңғыш рет алғыс айту күнін атап өтті. 2016 жылғы 14 қаңтарда Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан халқы ассамблеясының құрылған күні 1 наурызда алғыс айту күні деп жариялап, жарлыққа қол қойған болатын. Президент алғыс айту күні туралы Қазақстан халқы ассамблеясы құрылған күн 1 наурызда жыл сайын барлық этносқа мейірбандық танытып, оларды өз туғанындай қабылдаған қазақтарға алғыс айту күні ретінде атап өту әділетті болар еді. Ол күн бізді бұрынғыдан гөрі жақындастыра түспек. Бұл күн мейірімділіктің, бүкіл қазақстандықтардың бір-біріне деген достығы мен махаббатының жарқын мерекесі болар еді деген болатын. Алғыс айту күні елімізде тұңғыш тыныштық пен үндестік, өзара сенімділік пен барлық қазақстандықтарға деген құрметтің орнығуының салтанатты күні. Бұл тағдыр тәлкегімен Қазақстан жеріне еріксіз қоныс аударған түрлі этностардың миллиондаған өкілдерінің құтты қонысына айналған қасиетті қазақ жері мен қонақжай қазақ халқына деген тағзымның белгісі. Қазақ халқы қиын қыстау заманда олардың басына түскен ауыртпалықта қайыспай бірге көтере білді. Бұл бүгінгі таңда еліміздегі түрлі ұлт өкілдерінің арасындағы адамгершілік қарым-қатынасты өнегелі өлшеміне айналды. Алғыс айту күні күрделі заманда қиындықты иық тіресе бірге еңсеріп, қысқа мерзім ішінде тәуелсіз Қазақстанды құру жолында аянбай тер төккен еліміздің барлық азаматының бір-біріне құрмет білдіретін күні. Алғыс айту күні тағдыр тоғыстырған Қазақстанның көп этносты халқының ортақ тарихын құрметтеу күні. Бұл күн репрессия мен жер аудару жылдарында біздің халық көрсеткен мейірімділік, қолда бармен бөлісу, көмек көрсету сынды ізгі қасиеттерді еске алу күні. Сұрақтарға жауап береміз. Неліктен 1 наурыз алғыс айту күні болып белгіленді? Бұл күні қандай тарихи оқиғаларды еске аламыз? Тапсырма: алғыс айту күні туралы түсініктеріңді кластер арқылы көрсетіңдер. Кері байланыс тапсырмасы. 6-шы тапсырма: алғыс айту күні қасиетті де салтанатты күн атты тақырыпқа эссе жазыңдар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.